Бәріңе сәлем, бұл мен Ақбота. Дәл бүгін осы жерде мен өзім туралы көптеген сұрақтарға жауап беретін боламын. Жеке өмірім туралы, ата-анам, отбасым, барлық сұрақтардың жауабын осы жерде айтатын боламын. Негізінде мен 21 жасымда тұрмысқа шықтым. Қосаяқта үйлендік, сол жақта үй болдық. Халық та қосты. Негізінде басында мен де ойлаған жоқпын, Шерғанға күйеуге шығып кетемін деп. Бірақ енді сезім айтып келмейді ғой. Солай екеуміздің ортамызда махаббат сезім болғаннан кейін кәдімгідей шешім қабылдап тұрмысқа шықтым. Бірақ тұрмысқа шыққаннан кейін мен ойлағандай болған жоқ көп нәрсе. Анау айтарлықтай уақыт бірге болған жоқпыз. 1,5 айдай ғана бірге тұрдық. Содан кейін екіге кеттік. Әлі күнге дейін негізінде Шерхан Ақбота, Ақбота Шерхан деген тақырып жабылған жоқ. Дәл қазір осы жерде бір нүктесін қойғым келеді. Біз осы халықтың алдында үйленген соң, барлықтарыңыз білесіздер, үйлендік, үй болдық, бірақ та ұзақ уақыт бірге тұрған жоқпыз. Ары кетсе 1,5 ай ғана бірге болдық. 1,5 айдан кейін екіге кеткен болатынбыз. Не үшін екіге кеттік, не себеп, ұрды, соқты, измена жасады деген нәрселер емес. Мен өйтіп бір нәрсені айтқым келмейді. Бізде ол жерде өте көп нәрселер болды. Былайынша айтқанда мінезіміз келмеді. Былай толық айтпаймын. Себебі менде қазір ұл бала болғаннан кейін мен ұлымның әкесін халықтың алдына жыртып та бергім келмейді. Ертең мен де күйеуге шығамын, ол кісі де үйленеді. Бір-бірімізге кесіріміз тигенін қаламаймын. Солайынан екіге кеткен болатынбыз. Бірақ енді көп пабликтар өздеріне бір бұрмалап алып кетіп жатады. Бала Шерханнан болмаған, Шерхан әкесі емес деген сияқты өте көп өсектерде болды. Баланың түрі, ұлым маған ұқсайды, бірақ енді өзімнің генім мықты болып тұр да. Енді мен кінәлі емеспін ғой. Мен әкеме ұқсағам деген сияқты. Бірақ енді бала болған соң ол өсе келе мұң құбылады, мұң өзгереді деген сияқты мінезі алмаған әкесі. Былайша сөйтіп айта берейінші. Толықтығына қарап мен деп ойлайды ғой енді көбісі. Бірақ енді әкесі болмаса, Шерхан балам деп қабылдамаса, баласына бармайды ғой. Ол тетек емес қой. Шерханның атында документ бойынша Шерхан ұлы Жігер Нұрғазы деп тұр. Сол жақта құлширақ. Мен әкесі болмаса оның жаңағыдай несіне де тегіне де өткізбейміз ғой. Жалпы осындай сұрақтар әлі күнге дейін жүреді артымнан. Біз екіге кеткен адамдармыз, бірақ та біздің ортамызда ұл бала болғандықтан біз жау болып қала алмаймыз екеуміз бір-бірімізге. Себебі бала болғандықтан біз бір-бірімізді көреміз, көргіміз келмесе де көреміз. Сол үшін бізде қазір достық арақатынас. Біздің сол бірге жүргенімізді көріп көбісі қосып қалатын шығар, қосып кетеді дегенде көп комментариялар келіп жатады. Даже TikTokқа Аллам, осы естіп жүріп, бір бота бір қызды болып қалса екен деп, Шерханнан бір көтеріп қойса екен деген комментариялар жазып жатады ғой. Ананы көріп даже күлкім келеді. Бірақ ол мүмкін емес. Себебі біз кәдімгідей ақылмен нүктесін қойдық. Және де біз заң жүзінде де екіге кеткен адамдармыз. Егер біз ЗАГСта тұрған болсақ, мүмкін қосылар медік. Уже біз ақылмен шешім қабылдаған соң, заң жүзінде де былай да екіге кеткен адамдармыз. Негізінде біз заң жүзінде ажырасқаннан кейін, сол алимент деген нәрсе, ол міндетті түрде сол моментінде жазылатын нәрсе ғой. Мен осы уақытқа дейін негізінде Шерханға бір алақанымды жайған адам емеспін. Бірақ та көбісі ойлап жатады ғой, алимент алмаған дұрыс, керек емес, не қыласың, ол бір копейка тиын деп айтып жатады ғой. Бірақ та бала, ол ортақ бала да бізде. Мен оны күлге аунап туған жоқпын деген нәрсе ғой. Ол да бір жауапкершілікті алу керек. Сол сәтте мен алиментке жаздым. Сот болды, алиментке кәдімгідей решение шықты. Бірақ та алимент әлі түскен жоқ. Білмеймін, қашан түсетінін. Қанша түсетінін де білмеймін. Әлі күтіп жүрмін. Түскен жоқ қой, білмеймін. Қалай не қылатынын. Бірақ жазып қойғанмын.
Жалпы кішкентай кезімде емес, мен босанған кезде Шерхан көрді, баласын келіп көрді. Көрген болатын, бірақ мен 40 күн үйден шықпайсың, сондай нәрселер болды. И одан кейін бір 3-4 айында бір көрді, бірақ үйіне алып кетпейтін. Себебі ол әлі кішкентай болатын. Негізінде мен өзім ойлаймын, Шерхан әлі әке деген кім, әкенің жауапкершілігі, балаға деген ондай нәрселерді әлі сезініп көрген жоқ. Себебі жаңағыдай бірге тұрмағандықтан да болатын шығар деп ойлаймын. Бірақ та қазір енді жүріп бастап, кәдімгідей 1 жасқа толғаннан кейін мен қонуға тастап кетемін 1-2 күнге. Шетелге кеткен кездерімде де тастап кетіп жүрдім. Былайынша енді әкесі болған соң баласын өлтірмейді ғой, былайынша сеніп тастай аламын. Шерхан маған 10 миллион қалың мал берген жоқ негізінде. Осы моментке бір тоқталатын болсақ, мен не алсам да, не істесем де Шерханның қалың малына істеп жатыр. Үй салсам, ойбай, Шерханның қалың малына үй салды, Шерханды пайдаланып кетті, Шерханның көз жасына қалды деген нәрселер әлі бар ғой, әлі келеді. Мен телефон алайын, Шерханның қалың малын алған болам ол нәрсені. Жалпы маған Шерхан қалың мал 1 миллион теңге ғана берген болатын. 1 миллион теңге ғана берді. Ешқандай 5 миллион, 10 миллион, 15 миллион теңге берген жоқ. Мен Шерханды үйтіп пайдаланып, үйтіп кететін деймін. Шерхан миллионердің баласы емес қой. Миллионердің баласы болып дұрыс тисем, сөйтіп ажырасам бір жарасатын еді да, сондай әңгіме, бір өсектер. Ол ондай адам емес. Қарапайым отбасынан шыққан, мен де қарапайым отбасынан шыққан адамдармыз. Өз күнімізді өзіміз сүріп жүрген сондай адамдармыз ғой. Алдағы уақытта егер Шерхан үйленіп жатса, ел ойлайтын шығар, өкіріп жылайды деп. Ондай емес. Әр адам бақытты болуға лайықты. Ол егер үйленіп жатса, мен қуанам. Ол да жүре бермеу керек қой. Үйінің 2 ұл ғой олар негізінде. Інісі бар, өзі, мамасы бар деген сияқты. Мамасына да келін керек, ары қарай өмір сүру қажет деген сияқты. Үйленіп жатса, қандай әйел алатынын мен оны білмеймін. Бірақ та ешқандай әйел, яғни ажырасқан еркекке тиіп жатқан әйел, баласы мен әкесінің араласуына қарсы болуға ешқандай құқысы жоқ деп ойлаймын. Оны шешетін ол әйел емес, сол үйдің ер азаматы, әкесі. Егер еркек мен көріп тұрамын деп сол әйеліне кәдімгідей айта алатын болса, көріп тұрады, мен жіберіп тұрам. Мен негізінде бірінші тұрмыста болғаннан кейін ол нәрсе болды. Көбінде болды ғой ондай сұрақ. Мен анам айтатын, мен ешқашан сенің аяғыңа тұсау болмаймын. Егер сүйгеніңді кездестіріп жатсаң, бар, шық. Енді мен қазір не үшін тынбай жұмыс жасаймын, не үшін ақша табу керек, өсу керек, даму керек деп жүрмін. Ертең мен күйеуге шығып жататын болсам, менған, яғни менің анама күшік күйеу бала болатын күйеуге тимеймін. Мен кәдімгідей еркектік мысы бар, еркек болатын, кәдімгідей әйелін бүйтіп алақанда жұмса жұдырығында ұстайтын сондай бір ер азаматқа тиемін да. Ол адам менің үйіме, менің шешем үйіне барып тұрмайды. Естественно, бөлек тұрамыз. Сол себепті мен қазір тынбай жұмыс жасаймын. Ертең менің анама жігер барып тұрады, немесе көмекші алып қоямын, күтуші алып қоямын. Жалпы 2 ортада жүремін. Енді бұрынғы заман емес қой, бір айдалада мен күйеуге шығып кеттім деген нәрсе емес. Бір Алматы болсақ, барып тұрамыз, көріп тұрамыз, сөйтіп жүремін. Ал енді біраз сұрақтарыңызға жауап бердім деген үміттемін. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болып жатса, комментарийға жазып кетіңіздер. Келесі видеода жауап беретін боламын. Және де осы каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.